Бүгінгі тақырыбымыз табиғи сұрыпталу эволюцияның бағыттаушы факторы. Жаңа тақырып табиғи сұрыпталу эволюциясын бағыттаушы факторы болып табылады. Табиғи сұрыпталу дегеніміз не еді? Не табиғи сұрыпталу дегеніміз? Қымбат? Сұрыпталу дегеніміз бұл эволюциядағы маңызды рөл атқарады. Яғни бұны Чарльз Дарвин анықтап, яғни жаңағы табиғи сұрыпталу кезінде жаңа түрлердің дамуы деген еңбегінің жарыққа шығады. Бұл белгілі бір организмдердің тіршілігін сақтап қалу, сыртқы ортаға бейімделуі. Қай жылдар айналып шығып еді? Нешінші жылдары? Аслан? 1831-1836 жылдары. Ол оңтүстік Американың кейбір елдерін және де Галапагос аралдары болған. Аралдарын айналып шықты да, табиғи сұрыпталу зерттеу барысында. Енді балалар, Чарльз Дарвин кім? Санжар? Осы ол зерттеуші ағылшын ботаник болып келеді. Ол осы зерттеулер барысында осы эволюцияның негізгі қағидаларын ашқан болатын және көптеген еңбектер жазған болатын. Оның еңбектері тек қана Ұлыбританияда емес, барлық әлемге таралған болатын. Таралған болатын. Тәзір қарай. Бұдамыз. Оның тағы бір еңбектері ол Бекер кемесімен жасалған саяхат болатын. Және де тағы да ол үй хайуанаттары мен мәдени өсімдіктердің сұрыпталуы болатын. Еңбек. Аслан? Чарльз Дарвин өзінің табиғи сұрыпталу күн сайын кішігірім немесе бір үлкен өзгеріс болады, ол көзге көрінбейді. Және ол жаман жақтарын тастап, өзіне жақсы заттарын алып шығады. Жақсы. Енді оқушылар, табиғи сұрыпталу дегеніміз не? Табиғи сұрыпталудың қалай пайда болады деген сұрақтарды оқулықтан алып оқулықпен жұмыс. Оған терісінің түсі, жердің түсіне ұқсайтын тышқандардың тіршілік қабілеттілігі мысал бола алады. Өзгеру мутациялар жиілігінің жоғары болуына қарамастан, тышқандардың жабайы популяцияларында терісінің түсі жермен түстес болатыны байқалған. Жапалақтар мен мысықтар терісінің түсі бойынша ерекшеленетін дарақтарды популяциядан аластататыны анықталды. Сондай-ақ түсінің өзгеруіне қатысты мутация тышқан ағзасының басқа да ерекшеліктеріне теріс әсер етуі мүмкін. Табиғи сұрыпталу популяцияның ерекше фенотипін жоюға негізделген. Табиғи сұрыптау жұмысының бір мысал ретінде түнде ұшатын қайың тау көбелегінде анықталған индустриялық меланизмді айтуға болады. Түнгі көбелектер күні бойы ағаштардың діңгегінде дамылдайды. Олардың құстардан жалғыз қорғанышы өздері орналасқан ортаның реңіне өте ұқсас болуға қабілеттілігі. Бұрын тұсашық көбелектер қыналармен жабылған ағаш діңгегінің түсімен үйлесіп нашар көрінетін. Ал күңгірт түсті сирек көбелектер құстардың оңай олжасына айналатын. Индустриялық аймақтарда ауаның ластануы қыналарды жойып, және ағаштардың діңгегін қарайтып жіберді. Осының салдарынан күңгірт түсті күйе көбелектердің аман қалу мүмкіндігі жоғарылады. Енді оларды байқау қиын болды. 1850 жылы Манчестерге жақын маңда күңгірт түсті күйе көбелектің осы түрі байқалған болатын. 50 жылдан кейін бұл көбелектер Манчестердің төңірегіндегі көбелектердің 99%-ын құрады. Күңгірт түсті күйе көбелектер өнеркәсіптік аудандарда ғана өмір сүреді. Ауыл шаруашылық аудандарында күйе көбелектердің популяциясы әлі күнге дейін ашық түске ие. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаларды енгізгеннен кейін ауаның ластануы төмендеді. Күйе көбелектердің табиғи сұрыпталуы да өзгеріп, түсі ашық дарақтардың дамуы артты. Дарвин осы сұрыпталудың бағытталуына байланысты осы көптеген жануарлардың және өсімдіктердің өзінің ортасына бейімделуін айтып кеткен. Бұл жерде осы кез келген осы өсімдік немесе жануар тіршілік үшін күресте осы өзінің өмір сүріп жатқан жеріне бейімделуіне байланысты ол өзгеріп отырады деп айтып кеткен. Жақсы. Енді тіршілік үшін күрестің өзін 3 түрге бөліп қарастыруға. Дәптерге жазайық. Тіршілік үшін күрес.
түр ішілік, түр аралық, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына байланысты деп түрге бөлінеді. Бірінші қатардағы отырған оқушылар түр аралық күрес, екінші қатар түр ішілік күреске, үшінші қатардағы оқушылар түр сыртқы орта жағдайларына байланысты болатын тіршілік үшін күресті мысалдармен, анықтамасымен бірге қараймыз. Оқулықпен жұмыс 1 минуттай. Бірінші қатар түр аралық дедік, екінші қатар түр ішілік, үшінші қатар тіршілік ортаның қолайсыз жағдайларына байланысты болатын күрес. Мындай. Жер түрлі организмге құм қаулау мен өзгергіштік қасиеті тән. Ағзалардың шексіз көбеюге бейімділігі мен кеңістік пен тіршілік ресурстарының арасындағы қарама-қайшылық тіршілік үшін күресті тудырады. Дарвин тіршілік үшін күрестің 3 формасын атап көрсетті: тіршілік, түраралық, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес. Тіршілік үшін күрес бір түрге жататын даралар арасында жүреді. Тіршілік үшін күрес формасы өте шиеленіскен жағдайда өтеді. Өйткені бір популяциядағы даралар бірде қорек, жылу, жарық, су, тағы да басқа қажет етеді. Түраралық күрес әр түрге жататын даралар арасында жүреді. Қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес әсіресе ылғалды мол немесе ауа райы құрғақ аудандарда және жазы ыстық, қысы суық жерлерде айқын байқалады. Эволюцияға көптеген мәнін тигізеді. Тіршілік үшін күресте Дарвин әрдайым нақты бір ортада жағдайларында өзіне пайдалы ерекшеліктері бар ағзалар ғана тіршілігін сақтап қалатынын байқады. Оны табиғи сұрыпталу деп атады. Бейімдеушіліктің бірнеше түрі бар. Үлкен шірен, ашық жайдақ тіршілік ететін организмдердің жауынан қорғалу белгісі. Түр аралық күрес. Бастай береміз, Аслан. Әр түрге жататын түр аралық күрес. Ол түр аралық күрес бұл жерде экологиялық кішігірім аймақты мекендейтін әр түрге жататын даралардың арасында болады. Мысалы, арамшөп пен гүлдердің немесе үй жануарымен жыртқыш жануарлардың арасында болады. Бұл жақсы отырады. Қарай. Осы түр аралық күрес осы кішігірім жерде мекендейтін жануарлар арасында күрес деп атайды. Бұл жерде бір жануар, бір түр екінші түрді қорек ретінде пайдаланады және оны ығыстыруға міндетті болады. Әшек. Оған мысал келтірсек, сол бір түр басқа түрді ығыстырып шығарады. Мысалы оған ормандағы жануарларды айталамыз. Мысалы ормандағы жануарлар бір түр басқа түрді ығыстырады. Мысалы оған арыстандарды жолбарыстармен солай мысал келтіруге болады. Және тағы да бір түрге жататын әртүрлі түрге жататын даралар тіршілік бір ортада бірге тіршілік ете алады. Мысалы құстар мен жәндіктерді алсақ, олар бір түрді тұзаңдырады. Сонымен мына түр аралық күрес дегеніміз әр түрге жататын түрлердің арасындағы болатын күрес болып табылады. Мысалы, қасқыр мен түлкі не үшін күресуі мүмкін? Қорек үшін күресуі мүмкін, да? Жер үшін, мекен үшін күрес болуы мүмкін. Арамшөп пен мәдени өсімдіктердің арасындағы күрес екі түрге жататын күрес болып табылады. Сонда не үшін десең? Жер үшін күреседі. Тағы да? Түрін сақтап қалу үшін. Даму үшін. Тағы да? Жыныстық әріптесі үшін, да? Тағын қамқорлық жасау үшін күреседі екен. Енді ары қарай, түрішілік күрес. Түрішілік күрес, яқын бар? Түрішілік күрес бұл бір түрге жататын дараларды арасында өтеді. Бұл форма шиеленіскен жағдайда келеді. Себебі бір түрге жататын бұлар бір популяцияға жататындарға жарық, су бірдей қажет етеді. Мысалы айта кететін болса, қарағайға бірдей жаңағы жылу керек болады. Сондықтан олар бір-бірімен жаңағы бәсекеге түседі. Бұнда айта кететін жайт, осында тек жақсылары ғана осы жерде қалып түрді жалғастырады. Дана.
Сондықтан осы оларға бірде азық қажет болғандықтан бәсекеге түседі. Осы бәсекеде тек мықтылар жеңіп, сол түрдің жалғасуына мүмкіндік береді. Мысал ойлап отырайықшы балдар, бірлесіп айтасың. Так, мысал ретінде, мысалы құстарды айта аламыз. Құстар сол жерде аймақталып өседі де, ең мықтылары сол ұя салып, ары қарай өзінің тұқымын жалғастырады, түрін жалғастырады. Мысалдар. Мысал. Асан. Әлібек. Қарағайлардың арасындағы жарық үшін күресті айта аламыз. Бұл жерде әрқайсысы басқаларына қарағанда биік болып өсіп, осы жарықты көп алуына жарысады. Жарысады. Бәрі қарай. Сыртқы орта жағдайларына байланысты болатын күрес. Санжар. Осы қоршаған ортаға байланысты жағдайлардың байланысты осы әрбір организмде өзінің сыртқы жағдайларына байланысты осы жаңа бейімделіп осы жаңа белгілер пайда болады. Осы жаңа белгілер көбінесе жақсы болып келеді. Оған мысал алсақ, осы аңызақ осы суық жерлерде осы өсімдіктердің тамырлары өте қатты төмендей кетеді және олар аласа болып келеді. Мысал алсақ, тағы бір суық жерлерде осы жануарлардың жүні қалың болып келеді және де олар қысқы ұйқыға кетеді. Анабиоз және де өсімдіктердің маусымға байланысты осы олардың жапырақтарының түсі өзгеруі. Жақсы, Бақыт. Қыста жануарлардың жүндері қалыңдап, Жүндері қалыңдауы да түстерінің өзгеруі де сыртқы орта жағдайларына байланысты. Аймақтарда өсімдіктерде сабағы қысқарып, жапырақтары тікенекке айналады. Жақсы, Ботагөз. Тағы бір не, ол аңызақ жерде бейімделген құстар болып келеді. Олардың қанаттары немесе жеңіл болады, немесе қанатсыз болып келеді. Осы Дарвин осы жерлерде, мысалы, қолайсыз ортаға бейімделген өсімдіктер жануарлар болады, немесе кейбіреулері өліп, қалғандары көбейіп ары қарай дамуын жалғастырады. Дарвин осыны табиғи сұрыпталу деп атап кеткен. Армақ, не айтасың, мысал айта алып? Әсіресе осы қысқы және ыстық жерлерде көп байқалады. Өйткені қысы суық болса, жануарлардың жүні қалыңдап, ыстық жерлерде тікенектер шығып, тамыры төмен кетеді. Осы жануарлар осы қыста ұйқыға кетуі анабиоз болып келеді және осы жапырақтардың түсуі. Жапырақтардың түстерінің өзгеруі. Мына жерде видеосюжет қарайық. Қай тіршілік үшін күрес екенін анықтаймыз. My life's become this cancer. It's crawling through my skin after me. I can't give up, I won't let down. And though it seems relentless, I can be relentless too. Қандай күрес, не үшін күрес? Жаслан. Бұл жануарлардың арасында тіршілік үшін күрес болады. Менің ойымша бұл түр аралық күрес болып саналады. Яғни екі түрлі жануарлардың бір жерге, яғни экологиялық қоршаған ортаға өзінің мекендеген жерлері үшін күрес істейді. Мекендеген ортасына байланысты түр аралық күрес. Табиғи сұрыпталу нәтижесінде күштілер дамып жетіледі дегенге
Сенесіздер ма? Келісесіздер ма? Иә, да, әділері жағын жетіледі екен. Қабілеті сотталып емесі. Енді тақырып бойынша болады. Интервью алу әдісі бойынша әрбір оқушы журналист ретінде осы тақырыптар бойынша 2 сұрақ дайындаймыз. Мәтін бойынша әр оқушы журналист ретінде оқушылардан интервью алу үшін сұрақтар дайындаймыз. Дәптерге сұрақтарды жазайық. Қымбат бастап көре алайық. Журналист ретінде. Қайырлы күн. Бүгін мен Қазақстан Урал хабарынан келіп тұрмын. Бүгін мен сіздерге бұл тақырып бойынша бірнеше сұрақтар қойсам деймін. Және менің мақсатым бойынша өздеріңізді таныстырып, менің сұрақтарыма дәл жауап берсеңіздер деймін. Табиғи сұрыпталу дегеніміз не? Табиғи сұрыпталу дегеніміз бұл Дарвин айтқан бойынша ол күн сайын осы табиғатта әлем бойынша күн сайын және сағат сайын болып тұрады, бірақ та ол көзге көрінбейді, естілмейді. Жақсы. Осы тіршілік ету формасының тіршілік үшін күресінің неше формасы бар және мысал келтірсеңіз? Сәлеметсіздер, мен Нұрман Қайратұлы. Осы тіршілік үшін күрестің 3 түрі бар. Ол осы үшке бөлінген, оның түрі ішілік, түрі және қоршаған орта жағдайлардан байланысты. Жақсы. Енді алдарыңызға болады. Бірінші қатарға мынандай тапсырма. Бірінші қатар алдарыңызда болған сәйкестілігін табуға арналған тапсырмалар. Соны сәйкестендіресіздер. Екінші қатардағы оқушылар осы тақырып бойынша жуан сұрақ, яғни күрделі сұрақ дайындаймыз. Дәптерге. Үшінші қатар оқушылары пейза тапсырмалары алдарыңызда бар. Сол пейза тапсырмаларын орындаймыз. 2 минут уақыт. Уақыт аяқталды. Бірінші қатардағы оқушыларға сәйкестілігін табу тіршілік үшін күреске байланысты. Аяқтадық па? Айналып тұра орнынан. Қарап отырамыз. Жұмысты аяқтадық, бәрімізден бастарын көтеріңдер. Біріншісі, бұл күресте бәсекелестік басым болады. Ол түр аралық күрес деп есептейміз. Екіншісі, адам сояу мен қызанақ арасындағы бәсекелестік. Ол оқушылар көмектесуге болады. Түр аралық күрес болады. Үшіншісі, өсімдіктерде шырмағыш бұтақтардың дамуы. Ол түр факторлармен. Өсімдіктерде шырмағыш Авиатикалық факторлардан келеді. Төртіншісі, арнады рафлезия гүлінің тіршілігі. Оның тіршілігі сыртқы ортаға сүйенделі. Бесіншісі, таулы жердегі өсімдіктер аласа болып өседі. Ол абиотикалық факторлармен күрес болып табылады. Алтыншысы, өсімдіктер жапырақтары мен сабақтарының өте шірінді болуы. Абиотикалық факторлармен күрес. Жетіншісі, тура және жанама түрге бөлінеді. Тура және жанама түрге бөлінеді. Ол түр ішілік болып келеді. Сегізіншісі, Чарльздар ол күресті тіршілік үшін күрес ең бастысы деп атады. Ол түр аралық. Тоғызыншысы, қарағай мен қайыңның арасындағы күрес. Түр аралық. Түр ішілік күресі, қарағай, түр аралық күрес. Ең соңғысы табиғи сұрыпталуға жеткізеді. Ол Жақсы отырамын. Қарағай,
Виза тапсырмалары бойынша тыңдайыншы, үшінші қатарда айтамын. Бізге берген тапсырмада, яғни қасқыр мен түлкінің арасында күрес бәсекелестік туады. Я жоқ, және оның себебі. Я олардың арасында бәсекелестік туады, өйткені әрбір организм өз тіршілігін сақтауға тырысады. Екіншісі жыртқыштық бәсекелестік. Яғни түлкі де қасқыр да жыртқыштар болғандықтан және олардың қоян олардың арасында жыртқыштық бәсекелестік пайда болады. Және де паразиттік бәсекелестік жоқ оған жатпайды, өйткені паразиттер басқа организм арасында тіршілік етеді. Әр түрге жататын түрлер не үшін бәсекелеседі? Бірінші, қасқыр мен түлкінің арасында көрер үшін бәсекелестік туады. Я жоқ? Я. Екінші? Жыртқыштық бәсекелестік, Я. Паразиттік бәсекелестік жоқ. Жоқ. Келісеміз бе? Жақсы. Білесіз, сұрақ дайын ба? Дайын. Кімге қоямыз сұрақты? Берік Патрикке. Дұрыс. Тіршілік үшін күрестің қай формасы аса шиеленіскен жағдайда өтеді? Келесесіне ма? Қандай? Тіршілік екен. Жақсы, рахмет. Сұрақ Данагүл. Кімге қоясың? Айнагүлге. Табиғи сұрыптау нәтижесінде не түзіледі? Табиғи сұрыптау нәтижесінде жаңа түр пайда болады. Әлбей. Сұрақ Мұхтар Мерланға. Тіршілік үшін күрестің қай формасы бір түрге жататындар арасында жүреді? Бір түрге жататын. Бір түрге жататын түр. Шілікті түрге жатады. Жақсы, олар тіршілік күреске жатады. Солай ма? Хасан? Бәрдің болса, ол тіршілік күресі мысал етеміз. Тіршілік күреске қарағай мен қарағайдың арасындағы жарық үшін күрес. Немесе құстардың бір-біріне ағашы күрес. Жақсы. Бар ма? Арматқа сұрақ. Армат. Түраралық күреске мысал келтірді. Осы бір орманда мекендейтін аңдардың осы бәсекелестігі болды. Мысал, қандай мысал келтіресің? Қоян мен қасқырды? Қасқырдың осы бәсекелестігі болады. Жақсы. Сен сұрақ дайын ба? Жақсы бала. Енді тақырыпты түйіндей келе. Алдарыңызда қағаз жатыр, архиватор. Архиватор 1, 2, 3 мәтін бойынша, бүгінгі өткен тақырыптар бойынша түйінді, яғни 3 түйінді осы қағазға жазып, алдарыңызда тұрған киімілгішке архивтап жапсырамыз. Келіп, сол мәтін бойынша жапсырасыздар. Чарзойның айтуы бойынша табиғи сұрыптауы ол организмнің өзгергішіне қатыспайды. Енді екіншісі тіршілік үшін күрес ол үшке бөлінеді. Түраралық, түршілік. Бірінші табиғи сұрыпталу, екінші тіршілік үшін күрестің үш түрі болуға және үшіншісі табиғи сұрыпталу нәтижесінде жаңа түрдің пайда болуы. Біріншісі табиғи сұрыптау күн сайын және сағат сайын болып жатқан өзгерістер. Екіншісі тіршілік үшін күрес үшке бөлінеді. Және соңғысы осы өзінің түрін сақтап қалу үшін жануарлардың бір-бірінен бәсекен болу. Жақсы, не береміз бала кеп? Табиғи сұрыптаудың шешуші рөлі бұл мутациялардың жиілігі мен айқын көрінуі, тіршілік күрестің үш негізгі формасы және де табиғи сұрыпталу басқаша айтқанда аса жақсы бейімделе алғандықтың түрі алуы. Осы параграф, қосымша материалдарыңызды алып келесіңіз. Бүгінгі сабақ бойынша бағалайтын болсақ, Айнагүлге 5 жүзден жақсы қатысқаны үшін Сәулеге 4, Асланға 4,
көріп болар. Так, интервьюді өте жасалған үшін қымбат саған 5. Так, Әлименге 4 бағасы, Бейбарысқа 4, Санжарға 4. Сабақ аяқ болды.